Сіздің жалпы балаңыз неше жаста және ерекшелігі диагнозын қай жасында білдіңіздер? Ол әлі атын өзі жаттап үлгермеген шығар, кішкентай ғой әлі деп. Сосын айтты, жоқ, олай болу мүмкін емес. Бұндай уақытта бала мұрын қайда, көз қайда дегенді айту керек. Мама, папа деп болмаса, сондай бір екі сөз айта білу керек осындай жасында деді. Ол кісі айтып жатыр, ештеңе етпейді, сіз Илон Маскты білесіз ғой, ананы білесіз ғой деп бүкіл нелерді айтып шықты. Олар да өмір сүріп жатыр, олар да үйленіп жатыр. Қабылдау қиын деп жатырсыз, иә? Негізі шынымен де қиын қабылдау. Мысалға, осындай қабылдаған кезде өзіңізге бір жеңілдірек болатындай, мысалы, салыстырасыз ба? Бірақ сол жеңілдіктің ішінде де қаншама ауырлық бар да. Сондай аутизм туралы айта бастасам, уже көзім мөлдіреп, бірандай кішкене нем бар әлі. Ерекше аналарға мынандай не керек емес, аяушылық, бізді бір нетіп, аяп, бір ақша беріп, бізге ондай керек емес. Блогыңыздан көрдім, ерекше аналарға чат ашуды ойлап жүр екенсіз, бірақ ашайын ба, ашпайын ба деген. Аштыңыз ба? Енді көрсеңіз, біз бүкіл коррекционный центрлардың артын ашамыз десем қалай болады? Медициналық тұрғыда дәлелденбеген методтарды қолданып жатыр да, өте көп. Мен өзім, бірақ балам 3 жас, 4 жасында өзіме аутизм екенін білдім. Мен психиатрға барып, жоқ, мен баламда аутизм қараңызшы деген өзіне жоқ. Орыс психиатрларына апарғанда, мама, вы ошибаетесь, у него просто глубокий ЗПР деп, мен талай қайтарып жүрген. Мен ойлаймын, біріншіден радиоларда болсын, телевидениеда болсын, ютубта сондай социальный роликтер көбейсе, халық біле бастаса. Армысыздар, құрметті көрермендер, біздің ерекше подкастқа қош келдіңіздер. Мен есімім Ахлима, мен ерекше баланың анасымын. Бүгінгі біздің подкастымызда көтерілетін тақырып ерекше бала және ана туралы. Сонымен қатар жоба серіктестігі Алони брендінің денеге аяқ-қолға арналған массаж кресло матрасын Байлбрас дүкенінен тапсырыс бере аласыздар. Бүгінгі біздің подкастымыздың қонағы белгілі блогер, журналист, ерекше баланың анасы Перизат ханым. Перизат ханым, сізге үлкен рахмет бүгінгі шақыртуымызды елеп келгеніңізге. Сізге де рахмет. Саламатсыздар ма? Сіз журналист, блогерсіз, әрқашанда сіздің блогыңызды қарап жүрем. Соңғы кезде көбінесе ерекше балаңыз туралы видеоларды көре бастадым. Сіздің жалпы балаңыз неше жаста және ерекшелігі диагнозын қай жасында білдіңіздер? Шақырғандарыңызға рахмет біріншіден. Осында келгеніме қуаныштымын. Менің жалпы балам туралы біле бастағаным ол 1-8 жасында. Яғни сол 1-8 жасына дейін, енді почти 2 жасқа дейін келіп қалған уақыты ғой. Оған дейін мүлде мынандай ерекшелігі бар ау, ол неге сөйлемей жүр, ол неге атына қарамайды деген мүлде ой болмапты. Себебі менің оның алдында 2 қызым бар да, үлкен қызым. И мына 3-ші ұлым, жалғыз ұлым, бұл бір ерке ұл болып өсіп келе жатты да, и былай байқамадым, қарамаппын да даже мән беріп. Содан невропатолог айтады мынандай, чекап жасадық та. Чекап жасаған кезде сол невропатолог айтты, ол сөйлемейді ғой, атына қарамайды ғой деп. Сосын мен сол жерде айттым, ол әлі атын өзі жаттап үлгермеген шығар, кішкентай ғой әлі деп. Сосын айтты, жоқ, олай болу мүмкін емес. Бұндай уақытта бала мұрын қайда, көз қайда дегенді айту керек. Мама, папа деп болмаса, сондай бір екі сөз айта білу керек осындай жасында деді. Сол кезде барып мен, солай ма деп, сол кезде бізге задержка речевого развития деп қойды. Сол жерден шыққан кезде мен білмеймін, төбемнен жай түскендей шықтым. Бірақ ол кезде аутизм болады ау деген даже мынандай ой кірмепті. Ол диагноз туралы білген жоқсың ба? Білдім, бірақ бізде ондай болуы мүмкін деп мынандай ой вообще ойыма келмеген екен. Ойладым, задержка развития, значит, мен оны сөйлетіп алам, мүмкін мен телевизорды көбірек көрсетіп қойған шығарым, может, мен онымен дұрыс сөйлеспей жүрген шығарым деп ойладым. Сосын невропатологқа бардық. Ол кезде психиатр деген мүлде білмейміз, бару керек екен, бару керек, оны білмейсің ғой әйтеуір. Сол невропатологқа бардық, бір күшті мықты невропатолог сол кезде айтты, коррекционный центрға барыңыздар, сіздерде не только ЗРР, но и ЗПРР деді. Задержка психоречевого развития. Ал керек болса, сол кезде барып мен қалай сонда мен баламда ақау бар ма, мен балам дұрыс жетілмей келе жатыр ма деп сол кезде айтты, сенің балаң қатарынан қалып бара жатыр. Сол кезде мен таңғалып, қалай бұл мүмкін емес деп, содан коррекционный жағалай бастадық. 2 жасынан бастап коррекционныйға бар жүрдік. Сосын бір 2,5 жасында ма, есімде жоқ, өзім ойлана бастадым, мен 3 жасында уже жұмысқа шығу керекпін, өзімнің жұмысыма жаңағы.
сосын ойладым, енді садикке бейімдей бастайын, жай-жайдан үйрете бастайын, сосын 3 жасында жұмысқа шығып кетемін деп ойлап жүрдім. Сосын садикке апардық, үйдің қасындағы, прям үйдің қасында, қалай дейді, мынандай ақылы садик қой. Сол жерге бердік. Бірінші күн андай пробный күн дейді ғой, 2-3 сағат жақсы өтті. Сосын ертеңінде мен айттым, бірден жаңағындай, ол айтты жарты күнге барса қалай болады, мен айттым, жоқ, толық күнге бара берсін, ол бала ғой, үйреніп кетеді деп. Содан жарты күн өткен жоқ, келесі күні уже ақшасын төлеп тастағанбыз, шақырып алды. Ренжімеңіз, біз сіздің ақшаңызды толық қайтарамыз, ұлыңызда мүлде түсінік жоқ. Балалар ұйықтайтын кезде ол балалардың үстімен жүреді, айтқан сөзді естімейді, бізді тыңдамайды, атына қарамайды, уақыт өткізбеңізші деді. Бірақ ол кезде маған бұл бір, білмеймін, бір ауыр тиді, қатты ауыр тиді. Сол кезде ғана барып маған мындай ой келді да, менің балам ерекше екен ғой, мен балам басқалардан өзгеше екен ғой деген сондай ой келді. Сол кезде мен бір жылап, сол кісілерге бір қатты ренжіп, бір әлі күнге дейін бір ренішім бар да. Негізі ол кісілер маған наоборот жақсылық ойлады да, олар енді ақшамды алып деп жүре берсе де болатын еді, олар айтты, уақыт нетпеңіз, өткізбеңіз деп. Мен айттым, біз итакта негізі бар жүргенбіз, коррекционныйға жарайды, жалғастырамыз деп. Содан уже сол кезде білдім, что мен жұмысқа шықпайтынымды примерно. Сосын уже аутизм жайлы ойлай бастадым. Сосын маған сол кезде айтты. Сосын тағы да бір невропатологқа бардым, мықты, Жылқыбаев Ғалымжан Лекерович деген кісі. Подружкам айтып жүрді, апаршы сол кісіге, күшті, ол кісінің өзінің центрі бар, бірдеңе деп. Бірақ ол центр маған алыс болғаннан кейін енді ойладым, врачына кіріп шығайыншы, может, менің ойлағандай аутизм емес шығар, может, мен жай өз-өзімді қорқытып жүрген шығармын деп. Содан сол кісіге бардым, ол кісі айтты, рас сіздерде деді. Сосын мен нақты ма деп едім, мен ондай диагноз қоя алмаймын, сіз психиатрға баруыңыз керек. Бұл аутизм психиатрияның саласы, невропатологияға ешқандай қатысы жоқ, неврологияға. Балаңызда неврологиялық ешқандай ақау жоқ, сондықтан психиатрға барыңыз деді. Содан психиатрға 2 рет жазылып, 2 рет бармай қалдым, білмеймін не екен. Маған бір қорқыныш болды психиатрға бару деген, білмеймін не екен. Енді қазір ойлап отырсам күлкілі, бірақ сол кезде маған бір психиатрға бару бір жеңілу сияқты көрінді ма, бір или сол естігім келмеді ма, сондай бір не болды, қорқыныш болды. Сөйтіп әйтеуір 3-ші рет жазылып, есімде 21-ші қаңтар, осы айдың 25-ші жылдың есімде, себебі 22-сі мен туған күнімді, өзімнің сол бір күн бұрын жазылдық та, сол орын сол күнге болып. Содан бардық психиатрға, көп отырдық, 1,5 сағат па, 2 сағат па, білмеймін. Сол кісі енді айтты, сіздерде бірден айтты негізі, сіздерде рас қой деп. Мен ол кісіге жоқ, мүмкін емес, ол қараңыз мені сөйлеп отыр ғой деп. Ол айтты, ол сөйлеп отыр, бірақ ол функциональный речь емес, ол просто өзінің жаңағы, ол вокализация деді. Не сөйлейді балаңыз, иә? Сөйлейді, вербальный. Обращенный речь бар сондай, иә? Обращенный речь енді өзіне керек кезде ғана бір нәрсе айта алады, бірақ сөйлемейді адамдармен, диалогқа түспейді. Диалогқа түспейді. Мүлде түспейді. И балалармен ойнамайды. Мүлде балалармен ешқандай ойнамайды. Мысалы, мына жерде қазір қасымызда тұрып, сіз оған сөйлесеңіз, ол сізді естімейді, как будто қабылдамайды. Бірақ өзіне керек кезде ол сізге барып айту мүмкін, открой, бірдеңе деп, жаңағыдай тілі орысша шығып келе жатыр. Еще ағылшынша да сөйлейді. Байқағаным сол, рас, балалар өзі ағылшынша, орысшаға қатты бейім сияқты. Сөйтіп, сол жерде жоқ, сіздерде рас, мен уже кәдімгідей көріп тұр, енді менің түрім ағып кеткен, уже көрініп тұр, что мен қабылдамай жатырмын. Ол кісі айтып жатыр, ештеңе етпейді, сіз Илон Маскты білесіз ғой, ананы білесіз ғой деп бүкіл нелерді айтып шықты. Олар да өмір сүріп жатыр, олар да үйленіп жатыр, ештеңесі де жоқ деп. Кешіріңіз, сөзіңізді бөлдім. Илон Маскты жаңағы психиатр айтып тұр, иә? Иә. Сонда сіздің балаңызда психиатр жоғарғы функционалды аутизм деп тұр. Мен соны сұрадым ғой. Ол сонда бізде синдром Аспергера ма деп. Ол айтты, қазір енді ондай диагноз жоқ, бірақ легкая форма деп айта алмаймын. Синдром Аспергера обычно балалар наоборот ерте сөйлейді, наоборот олар кішкентай кезінен сөйлеп, мынандай бейім болады сөзге. Сіздерге олай деп те айта алмаймын. Умственная отсталость бар деп те айта алмаймын. Оны сіздер 6 жаста келіңіздер, сол кезде айтамын деді. Потому что ерте деді. Біз барып тұрғанымыз ол кезде 2-де бірдеңе ғой. Қазір нешеде балаңыз сонда? 3-те 9. Ой, 3 ай, 3 жас 2 айын ба? Сондайында барып тұрмыз біз. Ноябрь, декабрь, январь. 3 жас 2 айында барып тұрмыз. Сол кезде айтты, әлі ерте айтуға, умственная отсталость туралы, бірақ балаңыз сөйлейтін болады дейді, потому что речь бар.
сосын баламен отырғызып баламен ойнады, жаңағыдай өзінше сөйлесуге тырысты, мүлде ешқандай контакт болған жоқ. Сосын рас деп жазып берді. Бірақ ана кісі енді күлімсіреп басқаша айтып, ол сөйлейтін болады, балаңыз просто мынандай кішкене біртүрлі болуы мүмкін, ол андай фразеологизмдерді түсінбеуі мүмкін, мысалы айтатын андай қалжыңдарды түсінбеуі мүмкін, бірақ балаңыз сөйлейтін болады. Сіз егер уақытылы дұрыстап постоянно үнемі жаңағыдай коррекциялық жұмыстарды жүргізіп отыратын болсаңыз, толықтай бейімдеп жіберуге болады өмірге. Балаңызда мынандай қатты агрессия жоқ, то есть мен баламда мүлде агрессия жоқ, сама агрессия жоқ, постоянно стимдар жоқ, стимы иногда. Иногда бар, жаңағыдай бүйтіп анда-санда бір жыны келіп жаңағы жылағысы келген кезінде, былай стимдар жоқ. Бір стимі бар, секіре беретін, тоқтамай секіре беретін, бірақ енді ол постоянно деп айта алмаймын тоже. Сосын маған айтты, қорқатындай қатты жағдай емес, бірақ сіздерде рас деген ол жаңағы қарым-қатынас жоқ адамдармен, әлеммен қарым-қатынас жоқ, вот сіздерде нарушен контакт деп сөйтіп айтты. Контакт емес, қалай деді, бір нәрсе деп айтты, коммуникация нарушен деді. Сөйтіп рас деп қойды. Содан кейін шыға салып, ол кезде еще қыс болды, мынандай қар деген прям, енді білмеймін, мынау дзеге дейін жетіп тұр, далада бір неге клиникаға барғанбыз ғой, такси келмейді, мен далада жылап жүрмін, қарда омбылап, балам жүрші жүгіріп, ол тоқтамайды, жүгіре береді, мен анан жүгіріп өзім жылап, мындай бір жаман бір сондай бір не күн болды маған. Содан сториске шығып оны айтып, бүкіл оқырмандарымды жылатып, в общем сондай бір болған. Қазір әрине қазіргі сезіммен барсам психиатрға мүлде басқаша болар ма еді, мүмкін сұрақтарым да басқаша болар ма еді, бірақ дәл сол кезде бір қабылдау процесі болды ма, білмеймін, бір қабылдағым келмеді ма, бір сондай қатты ауыр тиді. Қазір дәл қазіргі уақытта бір неге келген сияқтымын, принятие дейді ғой, қабылдаған сияқтымын, толық қабылдаған сияқтымын. Себебі бұған дейін жылап қайта сондай бір болатын, прям білмеймін енді, өмір сүргім келмей даже сондай да болатын, өтірік емес. Неге олай, неге именно біз деген сияқты, неге менің балам деп. Ал қазір ойлап отырсам, онда тұрған ештеңе жоқ. Менің балам кәдімгі бала. Мен бұған дейін балама қараған кезде баламды емес, аутизмді көреді екенмін да. Ал қазір сол аутизмнің ар жағынан баламды көре бастадым. И баламды аутизмнан былай бөлек емес, сол бірге қабылдай бастадым да. Ол сондай адам. Басқалардың балалары жүгіріп ойнап жүреді, менің балам әріптер айтады, менің балам енді білмеймін, кейде қарап күлімсірейді. Соның өзі маған бір бақыт, соның өзі ол әлеммен қарым-қатынасы. Яғни ол басқаша қарым-қатынас жасайды басқа балалардан қарағанда. Онда тұрған ештеңе жоқ, себебі аутизм ауру емес дейді ғой, ол состояние. Бірақ ол диагноз әрине. Дегенмен де басында менде болатын бір мындай романтизация. Романтизировала. Ой, аутизм деген ол гений, андай мындай деп. Кейін қаншама коррекционный центрларда жүрміз ғой, түсіндім да, ол ешқандай да гений емес, ол өте ауыр жұмыс, бұл кәдімгі ерекше бала, ерекше өмір, мүлде басқа өмір. Енді мен екі қызым нейротипичный дейді ғой, болғандықтан мен былай особенное родительство, ерекше ана болуға дайын болмаған екенмін да мүлде, қиын болды маған. Ал білмеймін, енді кейбір ата-аналар болады ғой, бірінші баласы мысалы ерекше болады да. Мен де сондай бірінші балам. Сіздер енді ол бастапқыда солай бастап кеттіңіздер да. Ал менде мынандай өзім екі баланы өсіріп алып, үшінші балам ерекше болған кезде мен енді не ожидала дейді ғой, мұндай ауыр екен білмеппін. И сол кезіндегі жылап, ойбай шаршадым деп жүргендерімді ойласам, қазір күлкім келеді. Ол шаршағаным, оказывается, просто еріккендік екен, ол еркелігім екен. Енді қазір ерекше аналарды басқаша қабылдаймын. Мен ойлаймын, ерекше аналар, білмеймін, өзіме ерекше аналармен сөйлескен қазір наоборот маған бір күш береді. Олар бір ең мықты адамдар сияқты әлемдегі. Потому что мынандай даже ойын алаңында жүрген кезде обычный дейді ғой, обычный балалардың аналарымен сөйлессең, олардың
мынандай көзқарастары басқа мүлде, олардың приоритеттері басқа, олардың әңгімелері басқа, ал ерекше аналардікі мүлде басқа. Сондықтан да қазір мен ойым да өзгерді, өмірім де өзгерді, жалпы өмірге деген көзқарасым өзгерді. Енді мысалға жаңа сіз қабылдау қиын деп жатырсыз, иә, негізі шынымен де қиын қабылдау. Мысалға осындай қабылдаған кезде өзіңізге бір жеңілдірек болатындай мысалы салыстырасыз. Мысалы мен бұрын өзіме оңай болу үшін ойлайтынмын, мысалы мен жаңа балам мүлдем сөйлемейді, самоагрессия бар, аутоагрессия бар, коммуникация мүлдем жоқ. Даже бір сөзге де біз зар болып жүрміз. Не мама демейді, папа демейді, суда ештеңе айта алмайды да. Фекс карточкамен кейде қолданады. Енді ойлайсың да, мен бұрын бір Питерға, Санкт-Петербургқа лечениеға алып баратынмын баланы постоянно. Соны барып жүргенде ерекше аналарды көрдім. Бір ерекше аналар 2 баламен жүреді, өте ауыр. Сосын мен айтып жүрмін да, өзі мәселемді айтып, қиын екенін айтып, өзі бір мама айтады маған, сенде бір есе қиын болса, онда 2 баласы ерекше, қызы да, ұлы да өте ауыр, аутизм өте ауыр түрі, 2 баласын тектеп жүр. Сосын айтады, сенде бір есе жеңіл ауырлық болса, менде 2 есе ол дейді да. Бірақ ол ана менің қасымда мен жаңағыдай өмірге де көзқарасы мықты, жаңағы емес. Сондай осындай сізде осындай бола, мысалы басқамен салыстырып, қарап. Бұрын салыстыратын. Қазір бұрын былай ойлайтынмын, жарайды енді мысалы басқа да одан да қиын диагноз бар аналар бар ғой, ДЦП мысалы, олар ойлаңызшы, постоянно зонд, мысалы постоянно баласы жатады, үнемі мысалы мындай лежачий дейді ғой. Оларда мүлде қиын енді жағдайлары. Менің мысалы жағдайымда менің ұлым әйтеуір бір нәрселерді айтады, хотя бы, агрессиясы жоқ деген сияқты. Бірақ оның өзі үлкен жеңілдік негізі. Айтпаймын жеңіл ол өмірде, бірақ шынымен де ол салыстырмалы түрде айтып жатырмын да сізге. Бірақ сол жеңілдіктің ішінде де қаншама ауырлық бар да. Енді мынада олай ғой, сен былайсың ғой деп тоже былай білмеймін, олай ойлау дұрыс емес сияқты. Себебі әрбір ерекше анаға бір жылы сөз, қолдау, әрбір просто түсініспеншілік. Мен ойлаймын, бізге ерекше аналарға мынандай не керек емес, аяушылық, бізді бір нетіп, аяп, бір ақша беріп, бізге ондай керек емес. Бізге тек қана баламызға аяушылық көзбен қарамаса екен, бізді қолмен бүйтіп саусағымен көрсетпесе екен, сосын баламызға тиіспесе екен, неге сен балаң бүйтпейді, неге сенің балаң сөйтпейді, сен бүйтпейсің деген сияқты сондай болмайтын, тәрбие сағатын өткізбей ақ қойса екен. Сол кезде агрессия басталады да менде. Сен білмесең, лучше үндемей ақ қой деген сияқты. Сосын туысқандар тоже мынандай басталады, ой, олар айта береді деген сияқты. Енді өздері отырып көрмегеннен кейін ондай баламен қасында болмағандықтан айту оңай. Сондықтан бірден тыйып тастаймын, айтпай ақ қойыңыздар. Мен өзім білем, маған қабылдау онсыз да оңай болған жоқ, сондықтан лучше ештеңе айтпай ақ қойыңыздар деген сияқты. Әйтпесе тоже бастайды, бір мынандай жеңілдік дей ма, беріп қойсаң уже бастайды. Анау мынандай екен ғой, негізі олар айта береді ғой, ананың баласы бүйтіп сөйлеген, негізі бүйткен де сөйткен, негізі ананың бір емшіге апарғанда бүйткен деген сияқты бір бастайды. Сосын мен айтамын, жарайды, керек емес, айтпай ақ қойыңыздар деп. Мысалы енді көзге көрінбейтін, мысалы аутист дейміз, сөйлейді ана бірақ көзге көрінбейтін де бар да, мысалы туалеттің навык дейді, ол мысалы өздігінен бара алмайды деген сияқты әлі де бар бізде мысалы проблемалар. Сосын жаңағыдай тамақ ішпейді мүлде, мысалы избирательный идея. Сонда мысалы менен көріп айтатындар бар, сен дұрыс бермейтін шығарсың, бүйтпейтін шығарсың деп. А ол балада кәдімгідей тамақ просто түрінің өзінен мынандай рвотный рефлекс бар да. И мен айтамын, лучше үндемей ақ қой деген сияқты. Сондай бір агрессия болады, әлі де бір не бар. Бірақ бір толық қабылдап кеттім, бір керемет сондай бір неде жүрмін деп айта алмаймын. Әлі де былай сондай аутизм туралы айта бастасам, уже көзім мөлдіреп, бірандай кішкене нем бар әлі. Түсінікті. Сіз қазір енді аутизм туралы көп зерттеп, көп оқып, көп ақпарат қарап жүрген боларсыз. Аутизмға шығу себептерін өте көп айтады ғой. Әр маман әртүрлі айтады. Логопед, психолог болсын, әркім. Біреу генетика дейді, біреу жаңағы туған кезде басына зақым келіп гипоксия болып дейді. Остеопаттарға барсаң, тіпті атланттың бір орны қисайып кеткен, оны орнатқасын дұрыстау керек деп өздерінің сеанстарын ұсынады.
стимуляциялар бар түрлі. Осындай емдер балаларыңызға өзіңіз қолдандыңыз ба? Осыны стимуляция болсын, остеопат болсын. Ешқайсысын қабылдаған жоқпын. Маған көбісі ата-аналар таңғалады, сен қалай бізге бірдеңе деп айта аласың? Мысалы, мен енді парақша жүргізгеннен кейін айтамын ғой, мен тек доказательный медицинаға сүйенемін. Мынандай мракобесие дейді, енді қазақшасы қалай болатын, түсініксіз медициналық тұрғыдан дәлелденбеген мынандай методтарды мен қолданбаймын мүлде. Одан қолданбаңыздар деп шақырамын ата-аналарды. Оның барлығы арты дұрыс болмайды. Натроптарды тоже бет алды іше бермеңіздер. Оның шетінде жөні бар. Мысалы, қосымша қосалқы мынандай диагноздар болса, оның босқа бере бермеңіздер. Анау ішіп жатыр екен деп. Сол сияқты айтып жүремін ғой. Сосын маған ата-аналар жазады, сен қайдан білесің, сен балаң енді ғана біліп жатсың ғой аутизм туралы. Сен әлі баратын боласың олардың бәріне. Қарада тұр дейді да маған. Мен айтам, енді басында мен білген кезде осы аутизм туралы сторисіме шығып, мен Ташкентке барам деп бастағам негізі. Сол кезде маған ата-аналар жаза бастады, тоқта, осы жерден Нариман деген жігіт бар, осының парақшасын оқып көрші, бұл кісі ученый деді. Тек қана сол медициналық тұрғыдан барлығын айтады деп. Содан білмеймін, сол басынан мен дұрыс бір жолға түскендей болдым өзім. Себебі ата-аналарды сол кісі кішкене көмектесіп сілтеді ғой, сондай, Нариман, кішкене көмектесті деп айта алмаймын, 100% көмектесті сол кісі маған. Сол кісі мені көзімді ашты басынан. Яғни ол маған қаншама миллион ақшамды сақтап қалды, қаншама жылдар уақытымды сақтап қалды, қаншама нервімді сақтап қалды. И Нариман деген кісінің парақшасын оқып, мен бірден сол кісіге жазам, түнде еще. Мен білмеймін, ол кісінің Канада екенін ол кезде. Жазам, Нариман, сізбен тікелей эфир жүргізсек бола ма деп. Ол кісі бірден келісті. Сөйтсем, ол кісі вообще Қазақстанда емес екен, өзі сол жаңағы Канадада екен. Содан мен айттым, қыздар, осылай, мен Нариманмен тікелей эфир жүргізетін боламын деп. Ой, ол тікелей эфир енді керемет өтті. Керемет дегенде ата-аналардың сұрақтары деген енді ағылып жатты. Мына жақтан менің өзім мынандай білгімге бөліп бара жатырмын. Нариманда уақыты жоқ, ол кісіге кету керек. Ол біз жібермейміз, білмеймін, 2,5 сағат, 3 сағат па. Сөйтіп жаңағыдай сұрақ қойып жатырмыз. Сол кезде ол кісі айтты. Аутизм деген, егер ол нақты аутизм болса, ешқандай қосалқы мынандай нелер болмаса, диагноздар болмаса, ол емделмейді. Бұл өмір бақи, адам аутист болып туса, аутист болып өледі. Бірақ сен, мысалы, флортайм, денверское вмешательство, ABA, бірақ ABA доксы қатты қолдамайды екен негізі. Бірақ дегенмен де бізде Қазақстанда тек ABA қазір керемет дамып келе жатқан. Сол сияқты методтармен неге қолдамайды екен? Айтыңызшы, мысалға, өткен ол аутизм бойынша ең дәлелденген методтардың бірі АБА-терапия. Да, ол айтады принуждение, то есть ол дрессировкаға ұқсайды дейді. Себебі мысалы ABA-терапияда мысалы балаға бір нәрсе жасайды да, өзінің ұнайтын затын береді. Поощрение жасайды. Ол как жануарларды дрессировка жасаған сияқты ұқсайды, и баланың мынандай ішкі қалай дейді, менін жоғалтады бала мынандай не болып қалады дейді, робот сияқты болып қалады деп. Бірақ альтернатива жоқ та бізде Қазақстанда. Мысалы, флортайм бар. Флортайм деген былай қарағанда жерде отырып ойнау баламен. Сосын денверская бар, бірақ бізде қатты дамымаған онша. Сол енді ABA терапия бар, оны дұрыс өткізіп жатқандар да бар, дұрыс емес өткізіп жатқандар да бар. Оның өзінде дұрыстап зерттеп қарау керек апаратын жерге. Себебі 1-2 апта оқып алып, жаңағыдай ABA терапевтпін деп, мысалы, баланы қинап, жылатып, сондай өткізген адамдар бар. Мен сондай адамдардың алдынан өттім, өкінішке орай білмей қалдым ол кезде. Ол кезде біз енді ЗПР деп жүрдік қой. Сол кезде балам 2-де сонда баламды бүйтіп отырғызып қояды столға. Балам тұрам деп жылайды, тұрғызбайды. Балам бүйтіп ұстап отырады. Балам кейде бүйтіп ұйықтап отырады. Сонда да баламмен ойнатады, қинайды, балам жылайды. Ол айтады, жоқ, дұрыс, нормально болады, бүйтеді, сөйтеді деп. Мен соған сеніп жүрдім. Сөйтсем, сол психиатрға барып көзімді ашылды. Сол кезде айтты, көрсетші маған видеоларын балаңның. Сол кезде көрсеттім видеоларын. Сол кезде айттым, мынау немес ABA терапия емес, ABA терапия деген бұндай болмайды. Срочно орталық ауыстыр деген сол кезде психиатр.
И сол кезде Нариман айтты, орталық ауыстырыңыз, нормальный орталық табыңыз. Бала егер жылайтын болса, балаға жаман болатын болса, сіздер түсініңіздер, что это тоже человек, ол да адам, оның да сезімі бар, ол сіздерге робот емес. Бала егер сол жерде өзін жақсы сезінетін болса, бала қуанып баратын болса, ол жерден результат көресіздер, обязательно көресіздер деді. Содан сөйтіп орталық көп іздедім, мен бір айда жүрдім ау деймін. Сөйтіп жақсы орталық тауып, сөйтіп ABA терапияға бара бастадық. Балам 12 күнде жақсы орталықта, получается, 12 күнде бүйтіп көрсете бастады. Оған дейін оған дейін 2 жасынан біз барып жүрдік қой, мысалы 1,5 жыл барып жүрдік па, болған жоқ. Сондай пайда болды. Сосын да, нет, да деп айтпайды, өтірік айтамын. Нет деп айтатын болды. Нет, не хочу, не буду, барлығы орысша, себебі бізде тілі орысша шыға бастады. Сосын мысалы бір нәрсе әкеліп береді, открой дейтін болды. Сосын мынандай йогурттың бір нәрсе әкеледі, налей деп сөйтіп айтады. Сосын отырасында мысалы закрой дверь десем, барып есік жабатын болды. Сондай сияқты үйрене бастады. И сол кезде ойладым, значит, баланы бейімдеуге болады екен ғой деген сияқты. Сол кезде Нариман айтты, егер де балада эпилепсия болмайтын болса, оған ешқандай препарат берудің қажеті жоқ. Егер де балада мысалы СДВГ қосымша болмайтын болса, СДВГ-нде өзінің бір уақыттар болады екен ғой, бір препараттармен баланы бір фокусын жөндейтін бір препараттар. Сол кезде ғана егер басқа қосымша қосалық мынандай диагноз табылған болса ғана, емді сол қосымша диагнозға ғана қолданасыздар, ал нақты аутизмге қолданбаңыздар деді. И Нариманның сол кезде сөзі есімде қалып қойды. Маған айтты, балаңыздың не жақсы көретінін біліп алыңыздаршы деді. Барлығымызға айтып отыр сол жерде. Сол жақсы көретін дүниесі арқылы ойындар ойнатсаңыз, сол жақсы көретін дүниесі арқылы қарым-қатынас балаңызға орнатсаңыз, балаңыз тез сөйлей бастайды, балаңыз тез қарым-қатынасқа түсе бастайды деді. Беті бері қарай бастайды деген сияқты. Содан мен Нариман көзімді ашты, Нариманға мың алғыс, Алла разы болсын. Содан баламды енді баламнан байқай бастадым, машиналар жақсы көреді екен, фигуралар жақсы көреді екен. Сөйтіп үйге фигуралар тола бастады, машиналардың түрлері тола бастады. Сосын байқап сөйтіп ойнап жүрсек, балам уже машиналардың түрлерін айта бастады. Қазір бәрін жатқа біледі. Самосвал, мусоровоз, бенза бір нәрсе, эвакуатор, экскаватор, бәрін біледі. Яғни мен білмейтін түрлерін де бәрін біледі. Сосын бульдозер дейма, соның барлығын біледі. Скорая помощь деп айтады, соның бәрін айта алады. Сосын фигураларды мен білмейтін фигураларды айтады қазір, мысалы параллелограмм, бәрін таниды. Овал, полукруг, трапеция, соның барлығын айтып отырады. Сосын түстерді жақсы көреді. Барлық түстерді біледі. Ағылшынша айтады и орысша айтады. Мысалы пинк дейді да, розовый деп сөйтіп айтады. Сөйтіп өзінің жақсы көретін дүниелері арқылы ғана мен оған қарым-қатынас жасайтын болдым баламмен. Сосын баламды қинамайтын болдым. Потому что себебі маған Нариманмен мүлде деппін ғой, үнемі недемін, қарым-қатынастамын да, бір нәрсе білмей тұрсам, Нариман сәлематсыз ба, айтып жіберіңізші деп жаңағыдай сұрап аламын. Нариман әлі күнге дейін қарым-қатынасымыз өте жақсы, дос болып кеттік деп айтсам да болады, артық емес шығар. Нариман жеке чат ашқымда келіп жүр осы Нариманмен. Осы чат туралы сұрақ қойын деп едім, мен сіздің блогыңыздан көрдім. Ерекше аналарға чат ашуды ойлап жүргенсіз, бірақ ашайын ба, ашпайын ба деген. Аштыңыз ба? Құтты болсын. Ол чатта не айтылады, қандай врачтар отырады, онда қандай айтылатын ақпараттар бар? Чатымда қазір 774 ерекше ана бар. Россиядан, Қырғызстаннан, әртүрлі мемлекеттерден бар. Енді басым бөлігі бір 70% Қазақстаннан, әртүрлі қалалардан. Ол жерде енді болу керек ол үшін деп. Незгибашки, барлықтарыңызға үлкен сәлем. Чаттың аты солай ма? Чаттың аты Незгибашки. Мен өзім блогымнандай юмористический қой, әзіл қалжыңмен түсіремін, сондықтан ойладым бір ат табу керек сондай бір. И ойладым, Незгибашки, нас никто не сможет никогда сбить с пути, мы несгибаемые деп сөйтіп Незгибашки болдық. Сөйтіп қазір ол жерде енді көрсеңіз, біз бүкіл коррекционный центрлардың артын ашамыз десем қалай болады екен. Сіз черный список сондай бар ма сонда? Черный списогіміз бар уже, потому что черный списокқа біздің қаншама... Ол чатқа қалай қосылып болады, ақыл ма әлде былай? Тегін чат, мен
анда-санда жаңағыдай сілтемесін қойып тұрамын, когда аналар өздері қосыңызшы деп айтқан кезде. Бірақ ол чатқа енді мынандай сторонний адамдар да кіріп кетіп жатады, өзінің рекламаларын салып деген сияқты, оны бірден өшіреміз. Яғни ол жерде ата-аналардың ерекше ата-аналардың мынандай голосы бар дейді ғой, қалай айтсам болады, үні бар. Яғни ол жерде мысалы біз бір психиатрды айтамыз, сол жерде барлық айтады. Мысалы мына психиатр бізде приемда маған күлді, осылай былай істеді, мысалы маған дұрыс қарамады, бірден ақша туралы айтып кетті деген сияқты, сондай кәдімгідей нетеміз. И әркім өз ойын айтады, яғни жақсы центрларды да, жақсы врачтарды да сол жерден нетіп отырамыз. И ол чаттың негізі басты мақсаты ата-аналардың, мамалардың дейінші, аналардың, ерекше аналардың демалысының негізі басты несі. Қалай айтсам болады? Ең бірінші ойларын бас қосу болды, негізі сондай мақсатпен ашылған еді, бірақ ар жағы үлкейіп кетті, оған да шүкір. Содан біз енді осы сентябрьдің 22-ның 10-шы күні сол осы жақта бас қоспақшымыз, өзіміз Астананың аналары. Яғни ол жерде біз айтамыз, мынандай жертва күйге түспей, давайте бір-бірімізді қолдайық, бір-бірімізді сындырмай, жаңағы наоборот, мысалы біреу бір жерде ерекше балалар туралы жаман бірдеңе айтып жатса, барлығымыз барып сол жерде тасталқанын шығарып, мысалы, бір-бірімізді мынандай ренжітпейік, ренішке бермейік, бір-бірімізді қорғайық үнемі. И сәті түсіп отырса, айына бір рет осылай кездесіп отырамыз. Мысалы, бірге театрға барамыз, бірге мысалы арт-терапияға барамыз, деген сияқты фотосессияға барамыз. Солай бір-бірімізді дамытайық. Себебі өкінішке орай, енді өзімде ерекше ана болғандықтан байқадым да, сен үйдесің үнемі, сен үйде болғаннан кейін тамақ жей бастайсың, уже бүкіл қызың тамақ бола бастайды. И мынандай бір жетіспейді да, бір кейде жылайсың, бір ешкім түсінбейді сені. Өзімнің сол чатта да айтамын, менің өзімнің лучшая подружкаларым бар, 3 қыз осы жақта. Олар менің жан достарым ғой енді, бірақ олар мені андай ерекше ана ретінде түсінбейді да. И қанша мен оларға мысалы айтсам да, олар бәрі жақсы болады ғой, бірақ оларға айта алмайсың да, олармен андай ортақ мынандай тақырыбымыз болмағаннан кейін ба, енді олар ешқашан ерекше ана болмай ақ қойсын, мен түсінбей ақ қойсын, олар өздері аман болса болды. Сол маған бір жетіспеді, бір орта. Сөйтіп осы чатымыз ашылып, незге башки деп қазір деген енді керемет болып жатырмыз, білмеймін енді не үшін еді, ұзағынан болғай дейді ғой. Сол ойлаймын, болашақта мүмкін одан да бір үлкен бір не болып кетеміз, мүмкін білмеймін, орталық ашылып кететін шығар, кім біледі, бәлкім. Бірақ енді әзірге сондай. Яғни ол жерде ешкім жаңағыдай рекламасын айтпайды, тек қана шынайы отзывтар, тек қана бір-бірімізді қолдау, қорғау, сосын мынау туралы қалай ойлайсыңдар, мынау туралы қалай ойлайсыңдар деп. И мен ол чатқа көбіне ауылдың ата-аналарын шақырамын, мамаларын шақырамын. Ауылдан болса қосыңыздар осы жаққа деп, потому что өзім ауылдан шыққаннан кейін алдында енді ауылдағы туыстармен сөйлесіп жүрген кезде жаңа инстаграммен да сөйлесіп отырамын ауылдағы аналармен. Ол жақтың халі енді мүшкіл, именно осы аутизмге байланысты. Ол жақта балаларды мүлде дамытпайды, балаларды тығады үйінде, шығармайды ешқайда. Сосын мынандай обычный садик дейді ғой, сондайға беріп тастайды. Ол жерде бала ештеңе түсінбейді, әйтеуір айналып жүреді өзімен өзі. Яғни балада ешқандай даму жоқ, сол үйдің үлкендері қабылдамайды. Ол аутизм деп айтқызбайды да, ерекше бала деп айтқызбайды мүлде. Қысым жан-жақтан. И ауылдағы аналар кәдімгідей бір қалай айтсам болады, адасып жүрді кішкене. Емшілерге апарып, әйтеуір емшілерге апарады бір несі. Сосын кейде жаңа невропатологқа апарады, сосын өздерінше жаңағыдай жазып алам деп ойлайды да. Сол анау былай деп айтыпты ғой, Ташкентке апарам, анау былай айтыпты ғой, мынаған апарам деп, сол откат болатын медициналық тұрғыда дәлелденбеген методтарды қолданып жатыр да, өте көп. Сол даже мына чаттың өзінде біздің қарап отырсам, бір көп аналар жаңағыдай дұрыс жолда емес та негізі.
әлі қабылдамаған, әлі мынандай емдеп алғысы келеді деген сияқты. Бірақ жазып жатады, қыздар сендердің арқаларында көп затты түсініп жатырмын, енді ғана нетіп жатырмын, қабылдап жатырмын деген сияқты. Көзіміз ашылып жатыр енді барлығымыздың жан жақтан. Сол ойлаймын, болашақта міндетті түрде білмеймін, 5-6 жылда өзгеретін сияқты, халық қауым өзгеретін сияқты, жалпы ерекше аналарға деген көзқарас өзгеретін сияқты, то есть ерекше балаларға деген қоғамның көзқарасы өзгеретін сияқты, жалпы аутизм туралы ақпарат көбірек болатын сияқты. Сосын кеше мен айтып отырмын, сізге келемін деп, осы ерекше подкастқа келем, аналар сұрақтарыңыз бар ма деп айттым. Сол кезде маған бірнеше сұрақтарын жіберді. Олар енді ойлап жүр, енді біз осы подкастымызды мүмкін биліктегілер көріп қала ма деген сияқты жан айқайларын айтты. Соның ішінде жаңа 18 жасқа толғанда неге мысалы шизофрения деп қояды, неге умственная отсталость деп қояды, неге мысалы ол диагноз өзгереді деген сияқты. Мен түсіндірдім былай, енді МКБ 10 бойынша біз жүреміз, МКБ 11-ге өткеннен кейін взрослый аутизм тоже болады, бірақ әзірге солай. Ол енді қалай айтсам болады, бұл СНГ елдеріндегі не ғой, енді қалыпты жағдай, МКБ 10 бойынша ғой, қазір біз жүріп жатырмыз, поэтому сондай сұрақтар болды. Сосын барлығының бүкіл деп айтсам қалай болады екен, бүкіл деп айта берейінші, көпшілік аналардың жан айқайы, неге жекеменшік коррекционный орталықтар, түзету орталықтары неге қымбат, оларды неге ешкім қадағаламайды. Мысалы мемлекет бізге көмек көрсетеді, мемлекет өте жақсы жағдайлар жасап жатыр, реабилитационный центрлар ашылып жатыр, оңалту орталықтары, бірақ дегенмен орындар аз, уақыты тапшы, мамандар аз, аботерапия көп жерінде жоқ, мамандар тапшы, енді шыны керек. И мына жекеменшік коррекционный центрлар ойына келгенін жасап жатыр, білгенін жасап жатыр. Сосын мына чатта өзім қарап отырсам, мысалы мен қаңтарда бардым бір врачқа, психиатрға, и мартта ма сол врачқа басқа қыз барған, енді осы жол басқа қыз барайын деп жатыр деген сияқты. Уақыт өте келе сол психиатрлардың бағалары өскен екен, оказывается. Мысалы мен барған кезде 30 мың болса, қазір 40 мың деген сияқты. Олар да бағаларын өсіп жатыр екен. Соны айтқым келеді да, неге психиатрлар, бізге ең қажетті мамандар, неге бағаны көтереді? Оны неге ешкім қадағаламайды? Біз онсыз да, былайша айтқан кезде, коррекционный орталыққа бүкіл ақшамыз кетіп жатыр. Өтірік емес ол. Бүкіл ақшамыз соған кетіп жатыр. Біз ладно коррекционный орталыққа барамыз, еще сопутствующий диагноздар бар, балалар бар, оларға кәдімгі ем қабылдап жатыр. Қаншама дәрілер, мысалы, қаншама реабилитационный орталықтар, врачтар, соның барлығы неге ескерілмейді, неге коррекционный орталықтар енді тегін деп айту, білмеймін қаншалықты дұрыс, неге аз деген сияқты, сонда жан айқайы бар мамалардың. Сосын сол жақтағы мамаларды айтып жатыр, бізге ешқандай, біз ешкімге қол жаймаймыз, біз балаларымызды дайынбыз, қалыпқа келтіруге, ортаға бейімдеуге дайынбыз, бірақ неге сол билік болсын, орталықтар болсын, бізге неге кішкене көмегін бермейді, мысалы бағасын төмендетіп, қолжетімді қылып, енді ауылдағы жағдайды мүлде айту қиын, ол жақта енді тіпті жоқ қой ондай центрлар, ол жақ енді. Сосын неге тьюторлар аз? Мысалы балалар мектепке барады, тьюторлар жетіспейді. Неге тьюторлар көбейтпейді санын? Тьюторларды мен білуім бойынша тек мынандай сағаты аз, сондай бір мұғалімдерді қоя салады. Олардың яғни аботерапиядан өткен, ешқандай мынандай арнайы дайындығы жоқ. Ал тьютор деген кәдімгі арнайы дайындығы бар адам болу керек, яғни поведениясын баланың түсінетін, баланы қалыпқа келтіретін, тыныштандыра алатын мысалы адам болуы тиіс қой. Сосын жалпы айтқым келетіні, сол жердегі аналардың да жан айқайы, менің де жан айқайым. Қазір мысалы бір жағдайлар болып жатады ғой, аутист балаларға байланысты. Мысалы бір 13 жасар бала, 2 жасар баланы алып жерге лақтырып жіберген екен. Содан енді ана жердегі комментарийлерді оқысаңыз, аутист балалары өліп қалсын, аутист балаларды қамап ұстау керек, оларды вообще біз қоғамға қоспау керек деген сияқты енді комментарийлер өте көп екен. Соны айтқым келетіні,
аутизмнен ешкім әлі қалай айтсам болады, ешкім қалай айтса болады, вот не зарекайтесь дейді ғой. Ешкім білмейді алда не болады. Иә, алда не болатынын ешкім білмейді ғой. Мысалы, сіздің де балаларыңыз өсіп келе жатыр, немерелеріңіз өсіп келе жатыр, туыстарыңыз бар деген сияқты. Ал қазір байқап отырсаңыздар, аутист балалардың саны күннен күнге өсіп жатыр, кеміп жатқан жоқ. Сондықтан да асылық сөйлеудің қажеті жоқ. Және де бір балаға бола бүкіл аутист балалардың вообще осы аутистичное сообщество бар ма білмеймін, енді қалай дұрыс айтсам болады. Жалпы барлық аутист Нет, одақ бар аутизмге байланысты. Жоқ, одақ деп айтқым келіп тұрған жоқ. Жалпы вообще осы Қазақстандағы аутисттерге топырақ шашудың қажеті жоқ. Мысалы, олардың бәрі сондай, олардың бәрі бұндай деп. Қоғамға бейім аутистер де өте көп. Аутизм деген ол кәдімгідей ауытқу емес. Мысалы, қатарда жүрген аутистер де бар, иә. Сіз даже оны байқамауыңыз да мүмкін ол аутист екен. Мысалы, аутизмнің түрі өте көп. Иә, сондықтан да барлығына бірдей топырақ шашпаңыздар, және де аутисттерге мынандай қарсы шығып олар өліп қалсын, олар жаңағыдай байлап ұстаңыздар деп айтудың қажеті жоқ. Себебі ертең сіздің үйіңізде не болатынын ешкім білмейді. Ол бір Аллаға аян. Әрине ешкімге ондай тілемеймін болсын деп, бірақ артық сөйлеудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Себебі айтады ғой, бұл өмірде сен өзі айтқан сөзіңмен сыналмай бұл өмірден өтпейсің деген сияқты. Сондықтан абай болу керек сияқты. Оны енді кейін түсініп жүр қой бізде де. Мысалы, қазір сөйлегенде де уже байқап сөйлейтін болып жүрміз. Себебі өзің ерекше ана болған кезде уже барлығын басқаша қабылдайды екенсің. Иә. Сол аналардың көбісінің жанайқайы сол. Яғни бағаларын төмендетсе, врачтар, психиатрлар әсіресе, сосын центрлар, орталықтар. Себебі бағалар енді білесіз, 300, 400, 500 кете береді. Бұл енді қатардағы қарапайым отбасыға өте ауыр сома. Сондықтан сол жағын білмеймін, біреу естісе екен бізді, соған назар аударса екен. Себебі қазіргі аутист балалар өте көп қой. Олардың барлығы болашақта үлкен адам болады, үлкен қоғам болады, олардың қоғамның бір бөлігі болады. Сол кезде олар қоғамға бейім болу үшін қазірден бастап уже орталықтарды көбейту керек. Негізі садик уақытынан қалыпқа келтіріп алса жақсы болатын еді да, уже мектепте қиналмайды сонда. Аутизмге ең байланысты, ең маңызды нәрсе ол ерте диагностика. Мен мысалға, мен балам 10 жаста аутизм диагнозы бар. Біздің кезімізде ақпарат мүлдем жоқ болды десек болады. Мысалы, мен өзім ерекше балама диагноз кеш қойылды, 6 жасында, 6-тан асқанда тек аутизм деп айтты. Мен өзім, бірақ балам 3 жас, 4 жасында өзіне аутизм екенін білдім. Мен психиатрларға барып, жоқ, мен баламда аутизм қаранышы деген өзіне жоқ. Орыс психиатрларына барғанда, мама, вы ошибаетесь, у него просто глубокий ЗПР деп, мен талай қайтарып жүрген. Мен осын Қазақстаннан ешкімге аутизм диагнозын қойдыра алмағаннан кейін, мен шетелге жаңа Санкт-Петербургке барып, институт Бехтерева, доктрина, прогноз клиникаларына барып, баламды айтты, сіздің балаңызда аутизм диагнозы бар деп, қағазға жаздырып әкеліп, Қазақстанда тек солай ғана балама олар көргеннен кейін баламда аутизм бар деп қаласына психиатр қойды. Сондықтан мен ерекше подкаст ашуда себебім ата-аналарды ақпараттандыру. Өйткені аутизм ең маңызды нәрсе: стимуляция, микротока, рефлекстерапия, блокадный укол, пересадка стволовых клеток, БГПК диета, айтып жатсақ толып жатыр, остеопат, оның бәрі ең маңызды емес. Ең маңызды нәрсе ол ерте диагностика. 5 жасқа дейін баланы аутистикалық спектрдан шығарып алу проценті өте жоғары. Сондықтан әрбір ата-ана ақпараттанып, баласын 6 айынан да көруге болады, балада аутизм бар екен, атына қарамаса, қолын қасықты дұрыс ұстағысы келмесе, 1 жасқа таман, 6 айында дұрыс жаңағыдай гүлдеген дауыстар шықпаса, аутизмнің белгілері өте көп, ойыншықтар қызықпаса, ата-ана соны ерте біліп, ерте дабыл қағып, 1 жасында біліп алса тіпті жақсы, 2 жасында біліп алса, 5 жасқа шығарса, ол бала ортаға қалыпты бейімделген аутистикалық спектрі бар адам, азамат болып өседі, азаматша. Мысалы, мен өз баламды өте кеш білдім. Мен уже жаңағындай коррекциялық жұмыстар жасап баламды қалыпқа келтіруге дейінгі уақытты жоғалтып алдым. Неге білесіз ба, неге ата-аналар кеш біледі? Мысалы, мен де білген жоқпын ғой енді. Даже ой болмайды екен ата-аналарда.
ол ақпараттың аздығы ғой Иә, бетте. Сондықтан ақпарат мен аз. айтқым келеді, егер біреу көріп отырса, мысалы мынау телевидениедағы адамдар көріп отыратын болса, жалпы мына Қазақстан телеарнасы, Хабар телеарнасы сияқты мынандай ұлттық арналарда кәдімгідей роликтар болса социальный, Иә, аутизмге байланысты. Себебі сіздер қанша оны қашсаңыздар да, бұл темадан қазіргі аутист балалар өте көп. Енді асылық айтатын асылық болып кететін шығар, бірақ қазір әрбір семьяда бар сияқты да. Себебі мысалы менің семьямда болмаса да, мысалы менің мысалы туысымның семьясында болуы мүмкін деген сияқты, бір отбасында әйтеуір бір балалар бар сияқты. Олай неге айттың деп те қазір маған шабуыл жасау мүмкін, бірақ қазір өте көп балалар. Сондықтан да сол ақпараттандыру үшін мен ойлаймын, біріншіден радиоларда болсын, телевидениеда болсын, ютубта сондай социальный роликтер көбейсе, халық жаңағыдай біле бастаса, мысалы даже мына нелерде көрсетсе, автобуста кетіп бара жатқан кезде роликтар қойып қойса, мысалы сондай бала айғайлап жатса не істеу керек, қалай ол баламен қалай қарым-қатынас жасау керек, ол жаңағыдай агрессия болып жатса не істеу керек деген сияқты сондай бір социальный роликтар болса ғой деп. Осы орайда айтқым келіп тұр, енді мен парақшам бар ғой, аудиториям бар, неге сондай түсіргім келеді менің, бірақ әзірге қолым қысқа, себебі баламнан шыға алмаймын деген сияқты. Сосын бір Ринат Балгабаев қой деймін, сондай бір кісі бар екен осы Астанада, вроде шатаспасам, сондай социальный роликтар түсіреді екен. Сол білмеймін, сол кісіге хабарласып бір түсіргім келеді да, сондай көп социальный роликтар. Әрине оны телевидениеға ешкім алмайтын шығар, бірақ әйтеуір сондай бір тиктокқа болсын салып, инстаграмға болсын салып, бір жалғыз өзім енді жаяудың үні шықпас дейді ғой, жалғыз өзің түсіре алмайсың ғой ондайды. Мысалы сол жерде бір аутист бала сияқты бір актерлар шақырып, қоғамды бүйтіп бір сондай бір көп роликтар түсіргім келеді, бірақ қолым қысқа әттең. Бірақ сондай роликтар көбейсе, халықтың ойы да өзгеретін сияқты, халық ақпаратты көбірек білетін сияқты. Себебі сол ақпарат білмегеннен қазір мысалы жем болып отырмыз біз, ерекше ата-аналар, неше түрлі мынандай шарлатандар дейді ғой, соларға жем болып отырмыз былайша айтқан кезде. Сол білместіктің кесірінен болмайтын неше түрлі психотропный, наотропы деген сияқты соларды ішіп жатырмыз. Сол білместіктің кесірінен БАДыларға ілініп қалып жатырмыз дейді ғой, мысалы мына рекламаларға. Мынау оңбаған деген қалай болып кетті. Мынау енді қазір енді бұрын өзімде қалай еді, ерекше бала болмаған кезде сондайларға сенетін мен, БАДыларға, шынымен солай шығар деп. Ал қазір уже біліп алғаннан кейін оның барлығы қалай жасалады БАДы, оларды кім жасайды, олар не үшін жасалады деген сияқты оның жолдарын бәрін білгеннен кейін қазір айтқым келеді да ата-аналарға, БАДымен тоже не увлекайтесь. Ол бір жеріңізді емдеп жатса, бір жеріңізді мысалы калечить етіп жатады деген сияқты. Көп бере беруге де болмайды. Мысалы ол мына печеньға, бүйрекке, бауырға нагрузка болады. Бет алды бере беруге болмайды. Сондықтан БАДыдан да тоже аулақ болыңыздар. Егер де баланың мысалы дефициттарын толықтырғыларыңыз келсе, педиатрға бар. Бүгін өзім педиатрдан шықтым. Железо мысалы бізде төмен екен, ферритин төмен, бізде фолиевая кислота төмен. Ерекше балаңызда? Иә. 2 ферритин. Норма 13-18-ге дейін. Вообще даже норма скрытая анемия болып тұрады. Страшная бізде анемия. Сол сияқты мысалы анализ тапсырып, стационарный врачқа барып, біліп, сосын кәдімгі аптечный нелермен, дәрілермен емдеп алуға болады. Ол мысалы сене бермеңіздер, мысалы ұялмай жазып қойды ғой БАДыларда, СПР, рас, аутизм деп жазып қояды. Өте көп қой. Иә, соны көрген аналар әрине бергілері келеді. Мысалы мен де көрсем аналардан алғым келіп тұрады. Себебі ойлайсың, мүмкін көмектесіп кетер деген сияқты. На самом деле ол енді қалай тексерілген дүниелер емес қой. Тексерілген деп жатады, бірақ сонда да мысалы мынау аптекадағы заттардың, аптекадағы дәрілерді мысалы мынау неге шығару үшін, аптекаға қою үшін олар 20 жылдап, 50 жылдап кәдімгідей неден өтеді. Сертификациядан өтеді, тексеріледі. Ал БАДы деген ол біреу жасайды, әйтеуір жасайтын жерде сенің қалаған неңді жапсырып береді, қағазыңды сөйтіп сата береді. Оның ішінде мүмкін андай заттар бар шығар, көмектесетін шөптер, нелер, бірақ олар мүмкін бір уақытша бір не беретін шығар, бірақ оны көп бере берсең әрине не болуы мүмкін, откат кетуі мүмкін. Даже Нариман айтты, қайтыс болған балалар да бар екен. Сол БАДыда көп передоз болып,
сосын жаңағы бүйрек бауырын отырғызып тастаған қаншама нелер бар, оқиғалар бар. Сондықтан да сене бермеңіздер дегім келеді. Қабылдау өте қиын. Ата-аналарға айтарым, мен ойлаймын сол маған білмеймін, бір повезло деген қазақша қалай болады? Жолым болдым. Иә, қазақ болып отырып қазақша сөйлемеді деп сөкпеңіздер. Білмеймін, енді біз қазір екі тілде болғаннан кейін былай журналист қалай бұл қазақша таза сөйлемейді деп те айтпаңыздар. Журналист болып істемей жүргеніме уже 8 жыл болды. Декретте отырғаныма шыны керек. Декреттен әлі шықпағанмын ғой. 8 жыл декрет, содан қазір кәдімгі қарайып қойғансың ғой. Сол айтқым келетіні, менің жолым болған сияқты осы именно аутизмді ерте біліп, бір уақытында тоқтап жақсы адамдармен жолыққаным бір жолым болған сияқты. Себебі басынан мен мынандай нетпедім да, бір дұрыс жолға түскендей болдым, білмеймін, өзімде сондай сезім болды. Басынан түсіндім, емделмейді екен, ол тек қана коррекциялық жолмен ғана қалыпқа келеді екен деп. Сол біліп алдым, что бізде қосалқы ешқандай диагноздар жоқ екен. Яғни маған ешқандай дәрілер қажет емес, маған ешқандай БАДы қажет емес, маған тек қана коррекциялық нелер, жұмыстар. Сосын баланың тамақ ішпегеніне де қазір қаншама нутрициологтар, болмайтын мамандар соны кәдімгідей бизнеске айналдырып алған. Сенің балаң тамақ ішпейді, сол үшін сенің мынау кишечнигін тазалау керекпіз, паразит тазалау керекпіз. Кишечник деген ол екінші ми деп бастайды. Негізі оны былай да оқыдық, былай Нариманнан да сұрадым деген сияқты қаншама іздендім. Ол оказывается сенсорика дейді ғой, баланың мынау иіс қабылдамауы, баланың консистенция, баланың мынандай түр, қалай десем болады, мысалы ол бір ғана затты жейді, оның түрі сондай ғана болу керек, оның түрі басқаша болса бала уже жегісі келмейді. Ол мысалы мынандай қолға жабысқақ болса да жегісі келмеуі мүмкін, соның барлығынан ол мындай жиіркенеді бала. Менің балам мысалы наггетсы дейді ғой, соны ғана жейтін еттен. Ол наггетсидің тек қана бір түрін жейді. Егер ол басқа түрі болса, оны жемейді. Ол мысалы сен сұйық майда нетіп қуырып берсең, оны жемейді. Ол тек май бар ғой, сары май. Сары майға қуырып берсең ғана жейді. Яғни ол өзі сондай бір несі, восприятиесі дейді ғой, мынандай қабылдауы басқаша олардың. Бірақ ол уақытты өте келе, ол кетеді екен. Құдайға шүкір, енді менде үлкен аудитория болғаннан кейін мамалармен сөйлесем ғой, менде уже үлкен аутист балалар бар. Олар айтады, басында біздікіде жемеген, қазір бәрін жейді деген сияқты. Ол уақытша дүние, сондықтан балаңды қинама, ол кетеді деп. И мен шынымен қарап отырсам, действительно балам оказывается неге қарайды екен, бала консистенциясына, түріне, иісіне, вот барлығына назар аударады екен. Сосын мысалы бауырсақ бір нәрсе бергің келіп қойып қойсаң, ол былай берсең, бүйтіп құсқысы келеді да, ал егер бір қойып қойсаң, ол басына қарайды, жақындайды, сосын жай ғана бүйтіп үзіп, кішкене бүйтіп көреді дәмін. Сөйтіп бір көретіні бар кейде, мысалы. Кейде вот слива жеп қалады, кейде жемейтін, мысалы, изюм, мейіз жеп қалады, кейде жемейтін өзінің бір апельсин жеп қалады, бір анда-санда сондай болады. Сон байқаймын да, сол, значит, қинамау керек баланы. Әйтеуір бір қойып қоясың, сол бала әйтеуір өзіне ұнаған затын уақыт өте келе жей бастайды екен, оказывается. Өйткені мен үлкен, мен балам онда ғой, мен балам да басына жемейтін көп нәрсені, мен де алдына бәрін жей деп бәрін отыратын. Қазір тіпті тоқтата алмаймын, керісінше ойлаймын, сол кезде аз жеген жақсы еді деп. Сондықтан ол күрделі мәселе емес, ол бала жеп келеді деп ойлаймын, кез керекше бала. Вот сондықтан айтқым келеді да, ата-аналар бәрін тыңдай бермеңіздер. Мен білем, мен көмектесем деген специалистердің барлығын тыңдай бермеңіздер. Критическое мышление дейді, соны қосу керек, зерттеу керек, себебі алдайды екен да көбісі. Оларға лишь бы әйтеуір ақша алып қалу, лишь бы, потому что білет, біз баламыз үшін бәріне дайынбыз, біз баламызды емдеп алу үшін, біз баламызды ол состояниеден шығарып алу үшін бәрін беруге дайынбыз. Мысалы, маған қазір біреу келіп, перизат, мен саған бір 10 миллион берем, мен саған гарантия берем, сен маған сенші, мен сен бір айда балаңды шығарып беремін, мен мысалы сенем, шын. Егер ол адам нетсе, сеніп қаласың ғой. Бірақ уже ақпарат көп біліп алғаннан кейін, уже бәрін оқып нетіп алғаннан кейін уже сенбейсің әрине уже. Сондықтан сендіру өте оңай бізді.
Мен өткенде сіздің парақшаңызды көргенде тек доказательный медицина сенемін деп сіз жазылып тұрды. Сол кезде ойлағанмын, балаңыздың жасыңыз сол кезде қарадым деген. Негізі ерте білгеніңіз ол өте жақсы да. Мысалы көп ата-аналар бүкіл жолды басып өтеді. Мысалы өз басым пересадка стволовых клеток, микротоктың бүкілін көріп, БАДылардың, нанотроп, БГПК диета бәрін насихатты көріп, 10 жылдан кейін көзім жетті, ештеңе көмектеспейтіні. Ал сіз жаңағыдай оның бәрін көрмей, біліп тұрғаныңыз өте жақсы. Ондай ата-аналардың қатары көбейсе, ол қоғам үшін үлкен жақсы болады да. Өйткені қанша ата-аналардың артық жаңағындай нервтар да кетпейді, ақшалар да кетпейді, отбасы жағдайда жақсы болады. Өйткені оның барлығы стресс қой, жолдасына да ақша табу, бәріне беру деген сияқты. Қазірдің өзінде мысалы мына біз чатта отырмыз ғой, 800-ге жуық ана, әркім әртүрлі айтып жатады. Мысалы біз осы стволовые клетки жасайын деп жатырмыз, ол көмектеседі екен, или мысалы біз мынаған барып жүрміз, мен байқадым бір өзгеріс бар екен деген сияқты. Енді мен олармен қазір мынандай бір неге түсіп ұрысып, жоқ олай емес, сіз босқа істеп жатсыз, ақшаңыз босқа кетіп жатырсыз деп айтайын десең тоже болмайды да. Ол кәдімгі сеніп тұр соған. Ойлаймын, уақыты келе өзі түсінеді. Уақыты келе ана барлығын оқып, потому что аналардың бәрі айтып жатыр да, ой біз бәрін көргенбіз, барлығы өтірік деген сияқты. Может соның барлығын оқып, кейін бәрібір сол неге келетін сияқты ойға. Ештеңе көмектеспейді екен ғой. Босқа ақшамды уақытымды кетірмейін. Лучше коррекцияға апарайын, болмаса өзім коррекциямен айналысайын, мысалы баламды бассейнге апарайын, балама көбірек көңіл бөлейін деген, сөйлесейін деген сияқты маған сондай бір. Сол кешірім сөзін бөлініп кеттім. Мысалы маған да көбінесе дайректор сұрайды да, жаңа сіз балаңызға Ерасылға пересадка стволовых клеток жасадыңыз ғой, соны қалай болады, біздер жасасақ деп едік деп. Мен айтамын да, егер де сіз өзіңіз уақыт өткеннен кейін өкінетін болсаңыз, неге жасамадым, онда жасаңыз деймін да. Бірақ мен өз басыма айтатыным, мен балама ол мүлдем көмектескен жоқ, керісінше тіпті судорогиде болды одан кейін. Сондықтан да әр ата-ананың өз таңдауы өзінде. Егер де өкінетін болса, осын жасамадым ау деп, онда жасау керек, өкініп қалмау үшін. Негізі бұл стволовый клетканың өзі бұл дәлелденбеген ғой негізі. Қалай айтса болады, нағыз ол протокол емге дүниежүзі бойынша кірген емес, аутизм емдейтінді деген сияқты. Просто ол стволовые клетки көмектескен жағдайларда болуы мүмкін. Кому как дейді ғой. Бірақ ол көбінесе ақшаңды унитазға салғанмен бір дейді ғой, ағып кетеді. Мысалы, неге босқа суға ағып кетеді деген сияқты. Себебі көбісі айтады, бостан-босқа ақшамызды шашып тастадық деген сияқты. Бірақ кейбіреулер айтады, бір кішкене улучшение болды деп. Ете бұл ешқандай доказанный базасы жоқ. И былай тоже айта беруге де болмайтын сияқты ше. Көріңіз енді жарайды деп, себебі ол балаға откат кетуі мүмкін, баладан эпиактивность қосып кетуі мүмкін, судорогиде. Мен оны неге айтамын көрінісі, өйткені мен пересадка жасаған чатта отырғанмын, көп мамалар жақсы отзыв болды. Бірақ білмеймін, ол мамалар мүмкін басқа да, ол айтады мамалар, бірақ басқа да ем алғанбыз дейді. Олар білмейді, стволовая клетка көмектесті ме, әлде басқа ем көмектесті ме, оған параллельно коррекциялық жұмыстар жүргізіп жатқан. Мысалы, ол бала коррекциялық жұмыстан да сөйлеп кетуі мүмкін ғой. Ал мен тек өз басым жағдайымда ғана айтамын да, бізге көмектеспеген, керісінше ол бізге жаңа откатты берді, қатты көмектескен жоқ, жаңағы судороги болды бізде. Бірақ ата-аналар бар, жаңа көмектесті дейтіндер. Маған айтады, сіздің балаңызға қарағанда көмектескен сияқты, түсінігі көп пайда болған сияқты деп. Жаңа мен баламды блог жүргіземін ғой, сыртынан қараған ата-аналар басқаша айтады. Балаңыз түсінігі көп пайда болған сияқты деп. Мен бірақ өз басым, мен жолдасым айтады, олшы коррекциялық жұмыстарын жасау керек еді, оның бәрі. Сіз қасында болғаннан сіз больше біліп тұрасыз ғой, сізге бәрі сезіледі. Бірақ маған шет жағасынан айтады, балаңызда өзгеріс бар сияқты. Енді осы уақытқа дейін өзгеріс болса, 10 жаста бір ауыз сөз сөйлемеймін, мысалы деймін да, айтпаймын, хотя мама, су, соның өзіне мәз болатын едік. Ешқандай сөз айтқан жоқ қой. Хотя пересадка стволовых клетокты жасадық, жаңа БАДы да бүкілін көргенмен. Мен сондықтан ата-аналарға жаңағындай мен енді жасама деп айтпасам да дұрыс емес сияқты. Өйткені аналар ертең жасамаса, өкініп қалса, ол да жаман, мысалға. Просто бүйтіп айтады да аналар, мен айтамын ғой, коррекциялық жұмыспен айналысыңыздар, босқаға уақыт бөлмеңіздер деп бүйтіп айтады. Сонда мен қалай еш нәрсе істемей отырамын дейді. Коррекциялық жұмысты ем санамайды. Мен айтамын, сонда коррекциялық жұмысыңыз беріп жатқан ақшаңыз сонда сіз не емес па деп. Жоқ, ол қосымша көру керек, бәрібір бүйту керек, сөйту керек. Мен айтамын, откат беру мүмкін. Мына үйренген затыңыздың барлығы артқа кетіп қалуы мүмкін. Балаңыз 2 жас, 3 жасқа артқа кетіп қалуы мүмкін. Қайтесіз өйтіп рисковать етіп қажет емес деген сияқты. Жоқ, мен сен сияқты бүйтіп отыра алмаймын дейді.
коррекцияға беріп қойып. Мен айтамын, коррекция деп беріп қойып отыру емес, бұл да жұмыс. Оны тасу, оны мысалы коррекцияға сен беріп қойып отырмайсың ғой, үйге келіп оны жалғастырасың, дұрыс па? Себебі білмеймін, коррекциялық жұмыс деген ол 24/7 болу керек. Мысалы сен үнемі сол орталықпен байланыста болу керексің. Мысалы бізге открой деген үйретті ма навык, біз үйге барып соны закреплять ету керекпіз. Яғни біз үйге барып қоймай соны жасап, үнемі соны қолданыста ұстауымыз керек. Ол кәдімгі тоқтамайтын жұмыс қой, коррекциялық жұмыс. Сондықтан ойлаймын, коррекциялық жұмыста кәдімгі жұмыс. Мен ешнәрсе істемей жатырмын екен ғой, басқалар бүйтіп апарып жатыр екен ғой деп өзіңізді кем санаудың қажеті жоқ. Сіз барлығын дұрыс жасап жатсыз деп айтқым келеді аналарға. Рахмет, уақытымыз аяқталып қалыпты. Енді мен де осы жерде ата-аналарға айтқым келетіні, біз ананы жасама, мына емді қолданбаңыз, ештеме жасамаңыз деп айтпаймыз. Әр ата-ана өзі көру керек, өзі білу керек, өзі жүрегімен сезу керек. Егер де оны жасағысы келсе, әрине жасап көрген дұрыс. Өз көзімен жетіп, өз көзімен жасап көргеннен кейін, өз басынан өткізгеннен кейін де ата-аналардың көзі жететін болады. Енді осымен біздің подкастымыз аяқталды. Сізге үлкен рахмет, келіп үлкен ақпарат бергеніңізге. Алдағы ата-аналарға өте пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын. Сізге де рахмет шақырғандарыңызға. Осымен біздің подкастымыз аяқталды. Назар қарағандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.